Ассалаумағалейкум, тарих сүйер Бүгінгі әңгімеміз орта жүздің шежіресі, яғни орта жүзге кіретін рулар жайлы. Жалпы орта жүз басқа ұлы жүз бен кіші жүз сияқты ең үлкен рулардың атауымен аталмайды. Жалпы тек орта жүз деп аталып өтеді. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңырауға бассаңыз дер кезінде уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды. Ал әңгімемді бастайын. Орта жүздегі ең үлкен рудың бірі арғын болып келеді. Арғынның шежіресі, яғни қалай пайда болған жайлы 20 шақты аңыз бар. Сол 20 аңыздың көптеген аңыздары өтірік болып шықты, өйткені уақытымен аңыздың айтылған жайлы деректердің аздығы әрі сәйкес келмегендіктен. Ғалымдардың көп бір сүйенетін аңыздың бірі Моғолстаннан, яғни Махмуд Қашқари заманында қазіргі Тараз жақта арғу тайпасынан шыққан деп айтады. Кей ғалымдар арғын деген ол адамның есімі болуы мүмкін деп болжам жасайды. Орта жүзі тағы бір ең үлкен ірі рулардың бірі наймандар. Найман латын жазбаларында наймандар жайлы, олар христиандар болды. Олардың ханы күшліктің ұлы Давид деп, ол таяу шығыстағы мұсылмандарға қарсы көмектесіп үлкен жорық жасау керек болды. Аңыз бойынша Давид үлкен қол жинап таяу шығыстағы христиандардың көмекке келіп мұсылмандарға қарсы. Тағы бір аңыздарда наймандар, найман сөзін аударғанда 8-дегі мағынаны береді, ең үлкен рулардың бірі болып келеді. Кейбір ғалымдардың ойы бойынша наймандар үлкен қазақ халқының қалыптасуына, яғни қыпшақтардың қалыптасуына үлкен себебін тигізген дейді. Және де наймандардың жайлы оғыз тайпаларының жазбаларында кездеседі, яғни үлкен бір найманның ханы бұғыл жайлы жазылған. Әрі наймандар жайлы атақты біздің заманымызға жеткен деректердің бірі ол Кетбұға жырау жайлы, яғни жошының өлгеннен кейін Шыңғыс ханға естірт ақсақ құлан күйімен. Әрі сол аңыз бойынша домбыраның қорғасын құйып домбырадағы тесіктің пайда болуы. Жалпы Кетбұға жырауды ең алғашқы жырау деп те айтады. Ал Кетбұға ноян ол әскери қолбасшы, Бағдатқа және араб әлеміне шапқыншылық жасап, кейін Құтыз бен Бейбарыстан Айын жолы шайқасында жеңіліп, сонда өледі. Келесі ру ол қыпшақтар. Қыпшақтардың көбісі аса үлкен рөл атқарған рулардың бірі болып келеді. Олардың бөлуі Құлан қыпшақ, Қара қыпшақ деп бөлінеді. Құлан қыпшақтар негізі Ертіс өзен бойында өмір сүрген. Кейін жазбаларда өзбектердің Ферғанада болған, Ферғанада осы уақытқа 19 ғасырға дейін билікке таласқан, ел билеген болып келеді. Өзбектің жалпы Алтын Орданың 92 шежіресіндегі рулардың кездеседі. Ал Қара қыпшақтар негізінен Тоқсаба руымен тығыз байланысты, яғни Тоқсаба руының басшысы Ақкөбек жайлы менде шығарылым бар, яғни қыпшақтар жайлы. Ақкөбек деген хан қыпшақтардың басқа екінші хан Котянмен жауласады. Нағыз Шыңғыс ханның ол кезде Қытайды алып жаулап алып атқан кезде Ақкөбектің баласын өлтірген. Кейін Котянның адамдары екеуі арасында шайқас болып, Ақкөбек жараланып, кейін жошылардан көмек сұрап, яғни олардың билігін мойындап, содан басталады негізі жошы ұлысының батысқа жорығы. Котян болса Калка шайқасында қатысып, кейін жеңілгесін венгрлерге, мадиярларға қашып кетеді. Жалпы орта жүзде 6 ру бар, ал 4-шісі Керей. Керей жайлы мүлдем мағлұматтар аз. Соның бірі кейбірі кіші жүздегі Керей пен моңғолдар даласындағы керейлермен де байланыстырады, бірақ ол жайлы енді зерттеулер шықпаса, әзір мағлұматтар тым аз. Ал 5-ші ру ол Қоңыраттар. Қоңыраттар жайлы деректер көп, яғни ол Шыңғыс ханмен де байланысты. Әйелі Бөртені Қоңырат дейді. Көбісі айтатын еді, Қоңыраттар Бөртенің ағасынан тараған деп. Негізі ол ағасы туған ағасы емес, немере ағасы болып шықты зерттеулер келе. Бірақ жалпы Шыңғыс хан мен Бөртен жанұясының тығыз байланысты. Қазақ шежіресі және қарақалпақтардың шежіресінде өзбектердің жазбаларында Нағанай бимен тығыз. Нағанай бидің 32 ұлы болған дейді. Содан қазақ Қоңыраттарының сол Нағанай бидің 3-4 баласынан тарайды. Қалғандары өзбек, қарақалпақ, Қоңыраттары тарайды. 6-шы ру ол уақтар. Уақтар негізі Алтын Орданың 92 руының ішінде кездеспейді, бірақ Едіге эпосында жазылады. Уақ Ақбалтыр ұлы деп. Едіге эпосында тағы да 2 батыр жайлы жазады, Еркөкше мен Ерғоса жайлы. Еркөкше негізінен Қара қыпшақ Қобыландымен жауласып жүр, Қобыланды өлтіреді деген. Кейін Еркөкшенің балдары кек алам деп Қобыландымен жауласады. Ал Ерғосай
батыр ол Манастың эпосында кездеседі, яғни Манастың досы болған деп жазылған. Әрі Ерғосай арғындармен бірге Манасқа көмектесіп, арғындармен бір жақтас болған деп жазған. Ағайын, осымен орта жүздің рулары жайлы айттық әңгімені. Келесі кіші жүз рулары жайлы болат шежіресі. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, сіздердің ойларыңызда маңызды. Қоңырауды басып жіберіңіздер. Уақытылы біліп отырса шығарылымды толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.